Ағайын, мына жерде есік қояйын деп жатырмын ручкалерін. Мына жерде механизм, астында ручкасы бар. Мына сердцевина, мынау керектісі өзінің. Мына жақта ручной, қалай қоямыз, соған керекті инструменттер. Мына жерде обычный қашаулар. Мынау да қолдан жасалған қашау, овальный. Бұл мынаның басы овальный болып келеді, қолданатындарда соған керек. Қалғаны обычный пикалар кәдімгі 800 теңге 1000 теңге тұрады. Міне ішіне 18 дегені керек. Бізге мына жерде 18 бен ойса әдемі тура келеді. Ал түсіну үшін видеоны толық көріп, лайк басып қойыңыздар. Мына жерде механизм бізде осылай тұрады. Есік бізде оңға ашылады. Ал мына жерде қолтайтын заты теріс қарап тұр. Осыны оң қарату үшін мына біреу темірді кішкене басып шырыштамыз. Сонда бұл шығады. Сонда бұлай айналдырамыз да қайтадан салып қоямыз. Міне. Оңға солға жасай беруге болады осылай. Міне мына жерде ағайындар есіктің ұзындығы 2 метр болады. Сондықтан біз тең жартысы 1 метрден белгі береміз. Метке береміз, значит. Мына жерде сызып қойдым. Бұны енді карандашпен сызған жоқпын. Өйткені түбіне тақап сызу керек барынша. Аккуратно, мына жіңішке сызық. Сонда осы сызықпен ойып шықсаң әдемі шығады. Қазір бірінші осы сызықпен ойып жасап аламын бірінші. Мына толщинаға осы ішіне кіріп тұру керек. Есікпен бірдей болып тұру керек сонда. Одан кейін барып арғысын. Don't fight the fire. Too much, too fast, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind, I know it. Learn to trust, learn to trust. It's never enough. Burning me up, burning me. Too much, too fast, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind, I know it. Міне қазір ойып кіргізіп қойдым. Осылай бірдей болып тұру керек. Одан кейін бұны аламыз. Енді ішіне ойып шығам бұлай. 18-лікпен. Міне қазір ойып болдық. Енді жанынан тесіктен ішінен меткі беріп қойдым қазір. 2 тесік. Үш жерден тесетін боламын қазір. Жанына бірдей кетіріп тұрып өлшеу керек. Есікпен. Міне іші. Қолмен ойғаннан кейін қанша дегенмен кішкене болады. Любой қандай ұстасыз дейді. Енді жаңағы меткеден тесіп қойдым. Енді мынаның
астыңғы тесіктің үстінде тағы да меткі бар. Өзіме көрініп тұр. Бұны 25-тікпен тесеміз. Міндетті түрде бірақ астын тесіп алу керек. Үстін тесіп алсаңыз, астын тесіп қиын болып қалады. Осылай тесеміз. Міне осылай қойып қойдым. Сердцевинаның орнына. Міне салып көреміз. Осылай салған кезде кеп тұрса болды. Егер кемей тұрса, қашаумен, кішкене домалақ қашаумен жан-жағын алып жүруге болады. Осылай шұрппаймыз. Міне шұрпын бірақ қойдым. Енді бірінші ручкасын саламыз. Одан кейін барып сердцевина салынады. Ручкасын саларда астында шестигранник болады. Өзінің кілті шығады коробканың ішінен. Осыны алып тастаймыз. Кейін міне бүйтіп қойған кезде, егер дұрыс тесілмеген болса, осылай зазорға көреді арасында. Ол уже мынаның бір шеті тиіп тұр деген сөз. Үш жерді алып жүреміз қазір. Міне қашаумен алып жүрдім. Саламыз. Салған кезде протек болды. Енді үш тесікке құраймыз. Мынау. Сосын мына астында біреу. Бірінші қара шұрппен тесіп аламыз. Сосын кей механизмдерде шұрпты бұраған кезде ұзындау болатын кейде. Осыны қатты бұраған кезде ашылмай қалады уже. Ашылмай қалады. Ондай жағдайда шұрптың басын кесіп тастап бұраймыз. Шұрптың. Бізде қазір нормальный бұралып жатыр. Сосын каждый шұрпты бұраған сайын мынаны былай басып отыру керек. Әйтпесе бәрі біткен кезде тартылмай қалуы мүмкін. Міне салып қойдым. Бұл жерде квадрат болса, осыны туырлығын барынша қарап тұрып, шұрптай көрік шұрптайтын кезде. Сосын ең соңында міне шестигранник болты бар. Ол мына жерге бұралады. Бұны міндетті түрде бұрау керек. Есік тартқан кезде күштің бәрі осыған түседі. Әйтпесе мына жерде қазір шұрптар ғана 2-3 шұрп қана ұстап тұр. Жұлынып кетеді. Бұның енді сквозной өткізетін болттары бар. Ерінбесеңіз бұны да салсаңыз болады. Біз көбінесе қолданбаймыз. Міне сердцевина саларда бірінші мынаусын кигіз жеріп барып саламыз осылай бірге. Әйтпесе мына межедетті салынбай қалады кейін. Одан кейін болтты өсіп тұрған кезде туырлап тұрып бұрап алу керек. Міне осымен ручкамыз бітті, құдай қаласа. Құдай қарай бұрасаңыз, басылмайды. Ашсаң, ашылады. Енді ол мына жағы просто так ерінді нәрсе, енді оны көрсетуінде қажет жоқ. Осылай барып салынады. Жер тесіліп. Forward, I'm picking you up. Of my hand, I won't be strong enough. Our love is stronger, and I'll be